Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла тағалаға мақтау пайғамбарымыз Мұхаммедке салауат пен сәлемдер болсын. Бүгінгі уағызымыз адамзаттың шын байлығы, шексіз қазынасы жайлы. Ол білім. Бүгінде бір адам мал-мүлік жинаса, соған бай дейді. Бірақ ол дүние ертең бір апатта кетуі мүмкін. Ал шын байлық біліміңде, жүректегі иманыңда, бойыңдағы әдепте. Құранда Алла тағала айтады: білетіндер мен білмейтіндер тең бе? Зумар сүресі 9 аят. Бұл аятта Алла тағала адамды білім арқылы көтеретіні айтылған. Мысал, бір ауылда 2 адам тұрады. Бірі діни сауатты, екіншісі тек дүниеге берілген. Қайсысына жұрт барып ақыл сұрайды? Әрине, білімдінің үйіне кіреді, кеңесін тыңдайды. Пайғамбарымыз кім білім іздеу жолына шықса, Алла тағала оған жәннатқа апарар жолды жеңілдетеді. Тирмизи. 1. Дүниелік білім. Медицина, инженерия, заң, цифрлық технология. Мысал, хирургтың қолында адамның өмірі. Егер ол білімі болмаса, жазатайым кісі өлімі болады. Ал білімді дәрігер бір адамның өмірін ғана емес, отбасын, ұрпағын сақтап қалуы мүмкін. 2. Діни білім. Намаз, ораза, зекет, ахлақ, ақида. Мысал, намаз оқып жүрген жас бала бір күні Фатиха сүресін дұрыс оқи алмай жатқанда атасы: балам, сенің Алламен тілдесуің бұлай дұрыс болмайды деп ұстазға апарып сүрені үйретеді. Бұл дінге деген білімнің жемісі. Білімсіз қоғам, адасқан қоғам. Білімсіз адам, әлсіз адам. Мысал, теледидардан не интернеттен көргенін ғана шындық деп қабылдайтын адам манипуляцияға оңай түседі. Білімді адам сүзгіден өткізеді, сұрақ қояды, ізденеді. Білімсіздік дінге жаңалық енгізудің бастауы. Хазіреті Омар айтқан: дін біліммен сақталады. Білім шынайы ниетпен алынса, ол адамға да, ұрпағына да сауап болады. Мысал, имам Бұхари хадис жинау үшін 800 шақырым жаяу жүрген. Бір риуаят үшін ұзақ сапар шеккен. Ал біз қазір бір сүрені жаттау үшін 10 минут таппаймыз. Шынайы ниет. Риясыз болу. Көрсету үшін емес, амал ету үшін оқу. Білгенмен амал етпесең, білімнің мәні кетеді. Мысал, намаздың шарттарын жаттап алып, бірақ өзі оқымайтын адам жаттағанымен амал етпеген кісі. Бұл білімнің тек қағазда қалуы. Пайғамбар дұға ететін: Я Алла, пайдасыз білімнен сақта. Муслим. Білім ұрпақ тәрбиесінде басты құрал. Мысал, бір әке баласына әр кеш сайын 10 минут Құран оқып беріп отырса, ол бала кітапты, әдепті, сабырды бойына сіңіреді. Кітап сөресі бар үй, рухани бай үй. Тек теледидар мен смартфон емес, Құран, хадис, ғұлама сөздері де үйде көрініп тұру керек. Білім мал емес, жаныңмен бірге кететін қазына. Білімді адам сабырлы, салмақты, жауапкершілікті. Ертең Алланың алдында да, қоғам алдында да жауап бересің. Мысал, пайғамбарымыз дүние салғанда артында мал қалдырмады. Артында қалдырған білім, сүннет, тәрбие. Я Раббым, бізге пайдалы білім бер. Білгенімізбен амал етуге күш бер. Білімді ұрпақ тәрбиелеуді нәсіп ет. Жүрегімізді қараңғылықтан, ақылымызды надандықтан сақта. Біліммен өзіңе жақындат. Әмин. Сау болыңыздар, аман есен болыңыздар. Арнамызға жазылып кетіңіздер. Лайк басып жақындарыңызға, достарыңызға таратып қойыңыздар. Комментке өз пікіріңізді жазып кетіңіз. Алла разы болсын. Қайырлы күндер.